Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Ғалия. Бүгін сіздерге үй жағдайында бар болғаны 3 заттан тұратын сырды дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй ішіндегі барлық адамдарға ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бізге қажетті заттар: сүт. Негізі қолдың сүті болса тіпті керемет, ал егерде сізде қолдың сүті болмай жатса, дүкеннің сүтін ала берсеңіздер болады. Сүттің майлылығы 3,2% немесе 6%-ды қолдансаңыздар болады. Менің қолданып жатқан сүтім 900 мл, яғни 1 литр 800 мг сүтті қолданып жатырмын. Пешіміздің астын қосып, қатты отқа сүтімізді қойып қоямыз, яғни қайнатпаймыз. Сүтіміз қайнауға жақын қалған кезде қоспамызды қосатын боламыз. Оған дейін біз қоспамызды дайындаймыз. Бізге керек 4 жұмыртқа. Егер жұмыртқалар үлкен болса, 3 қоссаңыздар да жетеді. Жұмыртқаның үстіне 20% қаймақтан 4 ас қасық қосамыз. Сосын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер де сіз осындай сырды көбірек жасағыңыз келсе, дәл осы құрамды 2 есе етіп жасасаңыздар болады. Сүтімізге тұз салуды ұмытпаймыз. Ал біздің қоспамыз дәл осылай болып шығу керек. Қайнайын деп жатқан сүтіміздің үстіне дәл осы қоспамызды қосып жібереміз. Содан соң пештің астын жай отқа қоямыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Шамамен 5-10 минут уақыт өткеннен кейін сүтімізге осындай іртік пайда бола бастайды. Сол кезде 5 минуттай қайнатып аласыздар. Осылай іртіктері жиырылып, сары суы шығып, дайын бола бастайды. Ал енді біз осылай марлыға сүзіп алатын боламыз. Астынан осындай сүзгішті қойып қойыңыздар. Марлымен жайлап, асықпай осылай суларын толыққанды шығаратын боламыз. Дәл осы кезде ыстық болады, қыздар, байқаңыздар, күйіп қалмаңыздар. Ал енді мінекей біздің суымыздың барлығы толықтай шығып, сырымыз осылай марлыда қалатын болады. Ал енді осы сырымызды кез келген формаға қойсаңыздар болады. Астынан осылай су ағып кететіндей. Міндетті түрде үстінен ауыр зат қойып қойыңыздар. Кешке жасасаңыздар, таңға дейін тұрғаны жақсы. Кемі 5 сағат тұру керек. Сонда суының барлығы сарқылып, сырымыз дайын болып тұрады. Таңғы асқа нанмен жесеңіздер, өте тойымды, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді достар, менің видеоларым ұнап жатқан болса, міндетті түрде подписация батырмасын басып, комментария бөліміне өз пікір ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Кез келген тосаппен, не болмаса нанның үстіне қойып жесеңіздер де өте тойымды, әрі дәмді болып шығады. Қыздар, бұл сырды пиццаға қолдана алмайсыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Подписация батырмасын басып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар.